Ауzu биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 15-ші Әл-Хижр сүресі. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алиф лам ра. Бұл сөздер кітаптың ақиқатты баяндайтын айқында қасиетті Құранның аяттары. Күпірлік қылғандар күндердің күнінде шіркін мұсылман болғанымызда ғой деп күйінеді. Оларды өз жайына қалдыр, ішсін, жесін, қу тіршіліктің қызығына батып жүре берсін. Һәм сағым үміт оларды алдар қата тұрсын. Алдағы уақытта олар әлақ білетін болады. Біз ешбір елді мекенді мерзімсіз жойған емеспіз. Ешбір қауым ажалынан бұрын құрымайды, һәм ажал келгенде оны кейінге шегере алмайды. Кәпірлер Мұхаммедті саллаллаху алейхи ва саллям: әй, өзіне ескерту мен насихатқа толы кітап түскен жан, сен расында да жындысың. Егер айтқаның рас болса, бізге періштелерді әкеліп көрсетпеймісің деп мазақтаған еді. Анығында біз періштелерді еріккеннен немесе біреудің ермегі үшін емес, белгілі хикметпен, ақиқат негізінде түсіреміз. Ал түсірген кезімізде азапқа лайық болған қауымға бір сәтке де мұрсат берілмейді. Шүбәсіз осынау зікірді Құранды біз түсірдік, және оның сақтаушысы да өзіміз. Расында сенен бұрын әр алуан сенім мен пікірлерді ұстанып, топ-топқа бөлініп өмір сүрген алғашқы қауымдарға да пайғамбарлар жібердік. Олар өздеріне пайғамбар келсе болды, оны міндетті түрде келемеждеп мазаққа айналдыратын еді. Біз сол күпірлікті алғашқы қауымдардың ішіндегі пайғамбарларды мазақ қылған күнәһарлардың жүрегіне қалай салған болсақ, сенің үмбетіңнің ішіндегі күнәһарлардың жүрегіне де дәл солай саламыз. Олар Құранға сенбейді, өйткені соларға ұқсаған алғашқы буын кәпірлердің қылығы белгілі. Әйтсе де алғашқы кәпірлердің басына келгендер оларға аян. Тіпті Құранның хақ екенін дәлелдеу үшін мұғжиза көрсетіп, ол кәпірлерге аспанның бір қақпасын айқара ашсақ, және олар жоғары көтерілсе де, олар міндетті түрде бұл бір көз байлаушылықтан басқа түкте емес, біздің көзіміз байланды, расын айтқанда біз басы дуаланған қауымбыз дейді. Біз көкте шоқ жұлдыздарды жараттық, және тамсанып қарайтындар үшін көкті безендіріп қорғадық, һәм оны Алланың рақымы мен құзырынан қуылған барлық шайтандардан қордық. Ал жындар мен шайтандардың арасынан әлдекім ұрланып тыңдайтын болса, жарқыраған ақпа жұлдыз оның соңына түседі де, бір адым жерге жіберместен көзін жояды. Біз жер жүзін кеңінен жайдық, оған мызғымас тауларды қазықтай қақтық, және одан хикметпен өлшенген әр алуан өсімдіктер өсірдік. Сондай-ақ онда сендерге һәм ризығы сендердің қолдарыңда болмаған, яғни ризығын тауып беруге қауқарларың жетпейтін басқа да жаратылыстарға арнап көптеген тіршілік көздерін жараттық. Не нәрсенің болмасын қазыналары біздің құзырымызда. Біз оны белгілі мөлшерде ғана түсіреміз. Желдерді ұрықтандырушы ретінде жібердік, сөйтіп көктен жауын жаудырып, сол арқылы сендерді сумен қамтамасыз еттік. Сол суды жерге, яғни жер асты су арналарына, бұлақтарға, өзен-көлдерге айналдырдық. Оны баға жетпес қазына ретінде сақтап отырған да сендер емессіңдер. Шүбәсіз өмір сыйлайтын да, оны қайтып алатын да мына біз, һәм соңында күллі жаратылыс атаулы өлгеннен кейін бәріне мұрагер болып, мәңгі бақи қалатын да мына біз. Шынында біз сендерден бұрын өткендерді де, кейін келетіндерді де өте жақсы білеміз. Олардың бәрін махшарға жинайтын да сенің Раббың. Ол хаким, әр ісі мен үкімі көптеген хикметтерге толы болған асқан даналық иесі, алим, шексіз ілім иесі. Біз адамды құрғақ, күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан жараттық. Ал жындарды оған дейін терідегі ұсақ саңылаулардан тәнге еніп кете алатын түтінсіз оттан жараттық. Есіңде болса, Раббың періштелерге: мен құрғақ, күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан адам жаратамын. Оған толыққанды ең көркем кескін келбет беріп, ішіне өз рухымнан үрлеп жан бітіргенімде, бірден оған сый құрмет көрсетіп сәжде етіңдер деген еді. Сонда барлық періштелер бірден сәжде етті. Тек Ібліс қана сәжде етпеді. Ол сәжде еткендермен бірге болуды қаламады. Сонда Алла Тағала одан: әй Ібліс, саған не болды? Неліктен сәжде етушілерге қосылмадың деп сұрады. Лағнет Ібліс: мен құрғақ, күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан жаратқан адамыңа сәжде ете алмас едім деді.
Алла Тағала оған: ендеше шық ол жерден, сен бұдан былай құзырымнан һәм рақымымнан қуылған малғұнсың. Шүбәсіз сен енді қиямет күніне дейін лағнет қамытын киесің деді. Ібліс, лағнет болсын: уа Раббым, ендеше адамдар өліп қайта тірілетін күнге дейін маған мұрсат бер деді. Алла Тағала оған: жақсы, саған мұрсат берілді. Алайда маған ғана мәлім болған күнге, яғни қиямет күніне дейін деп айтты. Ібліс: уа Раббым, мені азғырып адастырғаның, сынап сүріндіргенің үшін ант етемін. Олар үшін жер бетіндегі қу дүние мен күнә атаулыны көздің жауын алатындай етіп безендіріп қоямын. Сөйтіп олардың барлығын азғырып тура жолдан тайдырамын. Алайда ықыласты құлдарының жөні басқа, мен оларды тура жолдан тайдыра алмаймын деді. Сонда Аллах Тағала: міне, ықыласқа, шынайылыққа һәм толық мойынсұнушылыққа негізделген осынау жол өзім кепіл болған нағыз тура жол. Менің ықыласты һәм маған толық мойынсұнған құлдарыма сенің ешқандай ықпалың, пәрменің жүрмейді. Сенің ықпалың тек өзіңе ерген адасқан азғындарға ғана жүретін болады деп айтты. Шүбәсіз олардың, яғни Ібліс пен оған ергендердің бәрінің ақырында барып бас қосатын межелі жері жаһаннам. Оның 7 қақпасы бар. Әр қақпаға олардың ішінен арнайы топтар бөлінген, яғни олардың ішінен қай топтың қай қақпадан кіретіні белгілі. Ал Аллаға лайықты түрде тағзым етіп, оған асылық қылудан сақтанған тақуа жандар жұмақ бақшаларында, бастаулардың басында болады. Оларға ол жерге есендікпен һәм үрей мен уайым атаулыдан арылған күйде кіріңдер делінеді. Олардың көкірегіндегі өшпенділік, ыза-кек, қызғаныш сынды жағымсыз сезімдерді суырып алып тастаймыз. Сөйтіп олар бір-біріне дос бауыр болып, жұмсақ төсектердің үстінде біріне бірі жылы шыраймен қарасып, әңгіме-дүкен құрып отырады. Олар онда ешқандай қиыншылық, машақат көрмейді, һәм ол жерден әсте шығарылмайды. Садақаллахул азим.